Сәлем құрбым, бүгін кешкі асқа не істеймін деп ойланып отырсаң, бүгін манты жасайық. Жылы суға тұз қосып, бір дана жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз тұзы ерігенше. Оны електен өткізілген ұнды қосып, қатты қамыр илеп, қаттырақ қамырды басамыз. Қамырды демалдыруға 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайып, мантының көлемінде етіп кесеміз, яғни ұзындығы да ені де 10 см етіп кестім. Қамырымыз осындай өте жұқа да емес, қалың да емес, шеті қалың болса, осылай оқтаумен жұқартсаңыздар болады. Салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге пиязымызды қосып, жақсылап мыжып аламыз. Капустамызды қосып, жақсылап мыжамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз, яғни қара бұрыш, дәмдеуіш, тұз. Сәбізді қосуларыңыз өз қалауларыңызда. Мен бір дана сәбіз қостым. Жақсылап араластырып, картошкаларымызды қосып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Қамырларымызды кесіп алғаннан кейін салманы мол етіп саламыз. Мантыны түйуге кірісеміз. Мен 2 лотогын қуырылған және 2 лотогын қуырылмаған манты қылып жасадым. Табамызға майымызды құйып, 2 беті қызарғанша осылай қуырып аламыз мантыны. Осы әдіспен де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады екен. Біздің отбасыға ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осымен 45 минутта мантыларымыз піседі. Қуырылғаннан кейін де пісіріп алыңыздар. Мантымен, піспеген мантымен қосып. Дәмі өте ерекше шықты. Бізге қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы видеода көрсетілді. Парақшам өте пайдалы. Парақшамнан түрлі рецепттер таба аласыздар. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.